дайын отырсын иә тамаша Димаш дайын қалай мына дауыс шығып үміт дайын отырады иә жарайсың дегеніміз ол ұрпақтан ұрпаққа ақпарат жеткізеді. Келесі суретте не көрсеңіздер асыл жар егіздер бір-біріне қарама-қарсы және бір-біріне ұқсас. бір-біріне ұқсайтын яғни ол кім болайды егіздер егіздер кім қалайды ұқсайтын ұқсайтын да ұқсамайтын да белгілі болады иә ұқсайтын да ұқсамайтын да егіздер болады көріп отырмыз иә келесі яғни өзгеріске ұшыраған. дұрыс айтады атымен өте тікелей байланысты менде деген ғалымның атын естіп көргендерің бар ма кім екенін білесіңдер ма ол кісінің жоқ алисадан сұрақ иә оны білмесек алисадан сұрақ көргіміз келеді сұрай қояйық алиса бізге не жауап береді екен сәлем алиса алиса бізге Григор Мендель туралы айтып берші оқып берші алиса Григор Мендель туралы оқып берші Григор Мендель генетиканың әкесі ретінде белгілі бұршақ өсімдіктерін өсіру және өсіру жұмыстарымен доминантты және рецессивті гендер туралы мәліметтерді жинау үшін қолдана отырып танымал. генетиканың атасы болсаң алады белгіленеді бұл жерде екі үлкен аға рецессивті гомозигота екі кіші ағымен белгіленеді гомо деген бірдей деген сөз ғой рецессивті кіші гетерозигота бір үлкен а бір кіші а әртүрлі гендер болады аллель гендер деген бұл қарама қарсы белгілерді айтамыз сары жасыл деген сияқты бұйра тегіс деген сияқты комплементарлық деген бұл сәйкестіліктегі мағынада қолданылатын сабақта қазір гибридологияға әдіс бұл Мендель ұсынған бірден бір әдіс осы әдіспен қазір есептер шығарып үйренетін боламыз ген дегеніміз бұл ақпараты бар ДНК-ның бөлігі паренті ата-аналар содан кейін арада Мендель шіркеудегі бақшасында не өсірумен айналысты басқа да жасыл бұршақта рецессивті гомозиготалы аллельдер болғанда ғана жарыққа шыға ма ал фенотип дегеніміз не деген сияқты осындай сұрақтарға жауап беретін боласыңдар иә ал енді сіздердің назарларыңызға бейнематериал ұсынамыз Бүгінгі таңда ғалымдарға геннің ата-анадан балаға берілетіні белгілі. Олар оны ата-анадан алған мәлімет және отбасылық анамнез бойынша балаға қандай да бір генетикалық аурулардың немесе мінез құлықтың қалай берілгенін білдіре алады. Бір тірі жаннан оның ұрпақтарына белгілерінің қалай берілетінін білу үшін сонау 19 ғасырдағы Григор Мендель атты адамның шіркеудегі бақшасында бұршақ көмегімен тұқым қуалаушылықты анықтайтын принципіне шолу жасайық. Ең қарапайым мысалын Мендель жабайы өсімдіктерді сары бұршақты, ал таза сорт өсімдіктерді жасыл бұршақпен будандастырды. Жұбыңызбен ақылдасып, я осы мұндай қолдарыңызды тез кеп қоюларыңыз керек. Жоқ болса, ана нөл деген белгіге барып, жұптарыңызбен бірге ақылдасып қол қоюларыңыз керек. Көп білмеймін, егер де білмесеңіздер енді, онда мына жерге келіп тұрасыздар, білмедік, жауабын білмедік деп, онда бізде жауабын еститін боласыздар. Біз қазір жұптасып алайық, жұптарыңызбен отырыңыздар, қағаз қаламдарыңыз қала берсін, жұптарыңызбен отырамыз. Яғни осы жұптар бірге қалайық, қазір. Олай қалай. Жұптастық, иә олар? Бір бала, жұптар үшеу болды, иә? Бірінші сұрақ. Менде сары және жасыл
бұршақты будандастырғанда бірінші ұрпақта барлығы сары бұршақтар шықты ма? Сары бұршақтар. Мына жақтан келіп болады елдар, мына жаққа шығып кетті. Не бойда болды? Ойлар ақылдасыңдар. Иә балалар, бірінші ұрпақта бізде барлық бұршақтар сары болған, иә? Қателесіп. Қателестіңдер балалар, ол жүгерісімен айналысқан жоқ. Мен не өсіп? Бұршақ өсірді. 8 жыл бойына бұршақ өсірді. Келесі сұрақ. Жасыл бұршақтар рецессивті гомозиготалы аллелдер болғанда ғана жарыққа шыға ма? Жасыл бұршақтар тек гомозиготалы аллелдер, рецессивті гомозиготалы аллелдер болғанда ғана жарыққа шыға ма? Ақылдасыңдар, иә? Зерттеушілік тобына барған кезде олар маған зерттеушілік тобының мендельдің 3 заңы туралы есептер шығарып, мендельдің 3 заңы туралы айтып берді. Және де шартты белгілер арқылы мысалдар келтіріп, есептер шығарып, бізге мысалдар шартты белгілерді айтып берді. Ал қолданушылар генетикалық есептерді шығару жолын көрсетті, және генотивтің, фенотивтің не екенін түсіндірді. Және біз өзімізге берілген тапсырма бойынша, яғни генетика дегеніміз бұл құбылалар мен өзгергіштікті зерттейтін салалар, иә? Мендел мағлұматтар алдық. Мендел жарнама сынама маманы болған, кейіннен шіркеуде жұмыс істеген. Мендел өсімдіктер көп болса, не себепті өсімдік бұршақтарында тәжірибе жасағанын жақсы түсіндірді. Біз қолданушыларға барғанда қолданушылар бізге генетикалық есептерді шығару жолын айтты. Есеп шығару жолын көрсетті. Мендел заңдарымен есеп шығарды. енді бізге берілген тақырып ол мендельдің 3 заңы. Яғни мендельдің не себепті бұршақ өсімдігін таңдаған туралы білдік. Бірінші заңы ол бізде басымдық заңы. Яғни П деген жаңа ата-ана болды ғой. Аталық пен аналықта да, аналықта ең бірінші екі кішкентай, яғни ол рецессивті гомозигота. Мендел алғашқы сынама маманы. Кейіннен шіркеу қызметінде болған. Бұршақ өсімдігіне тәжірибе жасаған. Біз зерттеушілер тобына барғанда Мендельден 3 заңы туралы айтып берді. Сосын генетикалық есепте қолданылатын шартты белгілер туралы нақты айтып берді. Және бізге екі есеп берілген, оның бірінші есебінің берілгені гомозиготалы ұрпақ пен гетерозиготалы ұрпақты шағылыстырамыз. Және де бұның шығатын ұрпақ фенотипі 2-2-ге қатынасы. Және де 2 гомозиготалы және 2 гетерозиготалы ұрпақ шығады. Және бұның генотипі қара ит, бұның шешуі Мендельдің бірінші заңы орындалған, яғни біркелкілік басымдылық заңы, басымдылық заңы болып, басымдылық бірдей қара ит туылады. Яғни ақ ит туылуы мүмкін емес. Бізде екінші сәтте берілген екі гетерозиготалы шыққан табу керек.